Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге ерекше тағам түрі өзбекше қызыл ханум рецептіменен бөлісетін боламын. Видеомды аяғына дейін көріп, ұнаса лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін осылай ұнымызды електен өткізіп, дайындап қоямыз. Суымызға тұзымызды салып, осылай шетінен құйып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды июі қанғанша осылай қалдырамыз. Сол арада біз салмасын дайындаймыз. Бұл ханымның ерекшелігі, оған ет, құйрық май қоспайсыздар. Картоп пен пияз, тұз және қара бұрышты араластырып, осылай картопты қолдарыңызбен турағандарыңыз дұрыс. Күштен өткізсеңіздер майдаланып, су шығып кететін болады. Мен осылай тұз араластырып, шетке қойып қойдым. Енді қамырымызды жаямыз. Июі қанған қамырымызды бір тегіс етіп, қатты қалың немесе жұқа етпей жайып шығамыз. Бұл ханым өзбектің базар ханымы деп аталады. Ерекшелігі осы, тек қана картоппенен жасалады, бірақ өте тойымды болып шығады. Жайып болған қамырымызды енді осылай мантыныкі сияқты етіп, қамырымызды төрт бұрыш етіп кесіп шығамыз. Ерекшелігі осы, және оралмайды, орап жасамаймыз. Енді тура видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Бұл бізде бір ханымның көлемі осындай болып шығады. Мен сіздерге екі түрлі варианттың түйіп көрсететін боламын. Қамырымыз осындай үлкендеу етіп кесіп алуымыз керек. Мінекей осындай көлемде шығады. Бұл бірінші варианттікі. Барлығын осылай кесіп дайындап қоямыз. Енді сіздерге екіншісін көрсетемін. Оны да осылай ұзынша қамырымызды жайып, төрт бұрыш етіп кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымыздың енді салмасын салып шығамыз. Тек қана осылай бір жағына ғана саламыз картоптарымызды. Және пирожки тәріздес етіп, қамырымызды жауып шет-шеттерін біріктіріп шығамыз.
осы жайып алған, түйіп алған ханымдарымызды енді майлап дайындап қойған тарелкамызға салып қойып шығамыз. Және қазанға қойған кезде бетін майлауды ұмытпаймыз. Екінші түрі бізде осылай манты тәріздес етіп түйіп шығамыз, бірақ көлемі үлкен болуы керек. Сонда әдемі шығады. Мінекей дайын. Осылайша майланған тавамызға салып, барлығын осылай түйіп шығамыз және беттерін майлауды ұмытпаймыз. Қанымыз піскенше арасына жағатын қызыл соусымызды дайындаймыз. Ол үшін сіздер жасап жатқан тамақтарыңыздың көлеміне қарай томатты қосасыздар. Менде 2 үлкен ас қасықты қызып тұрған табаға салып, азғантай тұз саласыздар және де су құйып отырып, барлығын бірдей масса қылып аласыздар және аздап науат тастайсыздар. Бұл қышқылдық болмау үшін науат салу керек. Осылай жай отта кішкене қайнатып аласыздар. Науат өзі еріп кететін болады. Мінекей ханымдарымыз пісіп шықты. Енді әр қайсысын қатарлап қойып, бетіне жаңа қызыл соусымызды жағып отырып, осылай үсті-үстіне қоясыздар. Қалауларыңыз бойынша көк пиязбен немесе пиязбенен, ас көкпен сәндеп берсеңіздер болады. Мінекей тамағымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Дәмі өте ерекше. Осындай күн суық кезде әсіресе жасап берсеңіздер, отбасыларыңызға ұнайды. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.